Ассалаумағалейкум достар, біз Ақтөбеге бір құдалыққа келген едік. Содан Тұрсынғазы ағамызбен барған жерімізде бір құда үй таң қалды. Ой, Тұрсынғазы тұрағын маған өткенде ғана бүйрегім ауырып, дәрілері беріп маған емдеді. Содан кейін мен басқа больницаларға бармадым, келмеді, ем болды деп алғысын айтып қуанып жатыр да. Соған байланысты бүгін Ақтөбенің қақ ортасындағы Тұрсынғазы Тұрақын ағамыздың медцентрына, орталығына келіп, бүгін өзімен осы жалпы медицина туралы, шығыс медицинасы, тамыр ұстау, ине қою, сол туралы өзінен сұхбат алып, сіздермен ойларын бөліспекпін. Мен бұл кісіден сұрап жатырмын ғой, неге жарнамаңыз басқа дәрігерлер сияқты әлеуметтік желіде, таргетте неғып жарқырап жатпайды, қайта-қайта неғып телеарналарға шықпайсыз деп сөйтсем, менің жарнамам бұл халық дейді. Және сапалы қызмет көрсетіп, сапалы адамдарды емдесем, соның өзі жарнама дейді. Бірақ соған байланысты өзінен сөйлесіп білейік. Өзім осы Батыс Қазақстан облысына келгенім 12 жыл болды. Содан бері мына қазақ дәстүрлі медицинасы Өтебойдақ танушы ретінде қазақ дәстүрлі медицинасын бүткіл Қазақстан емес, бүткіл елге танытқымыз келеді. Сол үшін енді биылдан бастап мен Түркия, Қазақстан арасындағы жолға байланысты түркі елінде ұстаздарымыз бар, бір-бірімізбен пікір алмасып, бір-бірімізбен неғып жатырмыз. Қазір мені көбінесе шөп дәрілер Түркиядан аламыз. Басқа мемлекеттерден, өзіміз елімізден, батыс, оңтүстік, шығыстан жиямыз. Сол себепті әзірге жасаған ортаға байланысты неше түрлі аурулар бар. Бұл аурудың себебі бірінші отбасыдан басталады. Денсаулық, енді Алла денсаулықты да, уақытты да берген, оның шипасын да берді. Біз шипагерміз. Халық келген соң соның көңілінен шығуымыз керек. Сіздің емдеу тәсіліңіз мемлекеттік ауруханалардан қандай айырмашылығы бар? Айырмашылығы болғанда біз шөппен емдейміз. Тамыр арқылы шығыс медицинасы, енді Қытайдың 5000 жылдық тарихы бар. Біздің де басылып қалған осы қазақ дәстүрлі медицинасын жалғастырып, осы шөппен кәдімгі таблетка дәрінің көп айырмашылығы бар. Таблетка дәрі адамға дереу әсер береді, шөп дәрі жай әсер береді, бірақ түбегейлі тазалап емдеп шығады. Оған қосымша иглотерапия, уқалау, бумен, балшық, сүлік салу, хижама жасау, тағы басқа әртүрлі емдеу тәсілдері бар. Өтебойдақ атамыздың осы қазақ медицинасының енді көшбасында ғой, соның жалпы шығыс медицинасына қосқан үлесі және қазіргі таңдағы медицинадағы өзіндік ерекшеліктері қандай? Сол Өтебойдақ Тілеуқабылұлының. Өтебойдақ Тілеуқабылұлы өте ғұлама, ғалым адам. Бұл кісі осы вакцина жайында ең алғаш өзіне ген жылқының кәрі жілігіне шыбығын алып, өзіне осы тәжірибе жасаған, вакцинаны тапқырлаған адам. Бұл кісіні бүткіл әлем ішінде шығыс Қытай елі, Япония ерекше мәртебе жоғары орынға санайды. Соны енді біздің қазақтың халқы дүние жүзі таныс екен деп, сол Өтебойдақтың шипагерлік баянатына және де дәстүрлі осы қазақ медицинасын дамытқымыз, халыққа, басқа елдерге танытқымыз келеді. Бұл кісіні мен өз басым ерекше сыйлаймын. Түсінбеген халыққа келгенде түсіндіреміз. Бұл кісілерді түсініп, көз ашылғанмен бізге деп айтады, рахметін айтып атады, алғысын айтып айтады. Басқа дәрігерлерде келіп пікір алмасамыз. Сізге келген, ем іздеп жүрген жаңағы науқастар, клиенттердің сізден ем алу процесі қандай болады, қандай үрдісте жүреді ең алғаш? Жазылады, содан кейін не болады? Бізге алыстан, жақыннан, басқа шетелдерден де адам келеді. Өчіретімен, тәртін келеді. Оны бірінші біз жақсылап қабылдаймыз. Азаматтық куәлігін тізімдейміз. Тамырын ұстап диагноз қойғаннан кейін ол кісінің ауруы әртүрлі несіне байланысты дәрімізді береміз.
қалай пайда қылған өзіміз телефон арқылы, почта желісі арқылы хабарласып тұрамыз. Келгеннен екінші басқыш. Бұл кісі иле терапия ала ма, массаж ала ма, ем ала ма, өз еркіне байланысты. Көбінесе маған келетін ауру, буын аурулары, бала көтермейтін әзірге жастарда көп. Көбінесе антибиотик соқ, демалыс аз, нерв демалмайды сол себеп. Сонымен мына өт ауру, бауыр ауру, жүйке шаршау, бұрынқы, асыма, әртүрлі ауру келеді. Менің бір ерекшелігім енді өте кішкене бала қарамай, аяқ ауыр келіншек қарамай. Қалған аурудың барлығын қараймыз. Сонымен малдың, жылқының, жас сиырсы, сүйек сұрқылар. Bir қасық ауызға саласың, жылы сумен ішесің. Ана денеңдегі ісік қайтарады. Сорпаға шайға әрбір кезеңіз. Сізден неге жаңа басында айтып өттім, сол сияқты дүрілдеткен үлкен вайнер блогерлермен, әртіс актерлармен, мысалға тәуір танымал кісілерден келіп сізден ем алып жатады екен. Неге соларды пайдаланып дамымасқа, неге солай бір атаққа, абыройға неге ұмтылмайсыз? Мен ерекшелігім қанымда бар, анамның, әке шешемнің тәрбиесі біреуді пайдалануды жек көремін. Өз білек күшіммен, еңбегіммен, тәжірибеммен, осы жетістігіммен шығуға солай тәрбие алған. Блогер, бай, манаттар келеді, артистер, оларды пайдаланғым келмейді. Өйткені менде ондай не жоқ. Жақсы отбасыдан тәрбие алғаннан кейін мен ондайды жек көремін. Клиенттер сізді қайдан тауып қалай келіп жатыр сонда? Мен өз басым клиенттерге реклама жасамаймын. Менің рекламам халық бір-бірінен естиді. Енді мына коронавирусқа байланысты 2 жылдан бері келе алмады. Көрші Қырғыз елі, Россия, Германия, Түріктер, басқа жерлерден келеді. Бірақ та хабарласып тұрамыз. Осы биыл Түрік елінен, Қырғызстан, Өзбекстаннан келіп жатыр клиенттер. Менің клиенттерім сол халық бағалайды. Ем алып, емделгендер сол басқаларға өздерінің таныстарын, ауырған туыстарына бәрін айтып, сіздің мекен жайды беріп солай келетін болып тұр ғой. Сарафан не? Маған келген кісілер сол бірінен бірі естиді. Басқада жол жүріп бара жатса, жолаушыларға басқа солай естіп келеді көп. Бірақ реклама жасамайды. Бірақ сіз қазір осы видео арқылы жалпы бір пайдалы осы қазақ медицинасының ерекшелігін айтқыңыз келеді. Сол туралы толығырақ түсіндіріп жіберсеңіз. Енді қазақ медицинасы, қазақ дәстүрлі медицинасының бір ерекшелігі бұл таза шөп. Анау 5-10 жылдық, одан кейін өте бойдағы Ибн Синадан бері келе жатқан осы қазақ дәстүрі бұрын жоғалып кеткен, соны қайтадан жаңалап шығып, бүткіл елге, қазақ еліне таныстырғымыз келеді. Бұл шөптің ерекшелігі әсері жай болады, бірақ та түгелінде жазылып кетеді. Енді басқа медицинаны мен не қыла алмаймын, бір-бірімізбен пікір алмасамыз, біз білмегенімізді олар біледі, олардың білмегенін біз білеміз. Біздің ерекшелігіміз сол шөп көбінесе. Сіздің клиенттердің арасында бір ерекше риза болған, басқа жерден ем таба алмай қаншама жылдар бойы әртүрлі дәрігерге барып жүріп, сізге келіп ем алған қандай оқиғалар болды? Бізде енді басқа облыстардан, басқа мемлекеттен келген кісілер болды. Мәселен, 18 жыл бала көтермеген бір апайымыз келді, жылап менің алдыма. Мен енді бұны бірінші Алла, екінші енді біз себеп шығамыз деп, жақсы жолдас екеуін, әдемі, жүрегін жібітетін жақсы сөзімді айтып, емімді бердім. Содан 8 айдан кейін маған шүйіншілеп, сұрап звондады. Түке каспиіңізді айтсаңыз, біраз подарка салсақ деген жағдай жоқ. Алдымен балаңыз аман-есен дүниеге істедім, аман-есен босанды. Атын қойдым, қызының аты Тұнық деп. Сіз қойып бердіңіз? Қыз 4-ке келді. Тамаша.
Басқа да жаңағы бүйрек, бауыр, жүрек, сол сияқты ішкі организмдерден, ішкі ағзалардан ауруларды сіз қандай кеңестермен айықтырасыз? Адамның денесінде ең нәзік нәрсе ғой. Сол үшін мына өкпе, тікан, дары. Соны күтіну үшін енді қазақи мына ішіп жеу, қазіргі қазақтың құрт майлары, таза малдың еті, таза сусындықтар, қымыз қымыран, сүзбе айран, көже сияқты деген нәрсе. Екіншіден енді бұларды қорғайтын өте суықтық. Адамның ағзасына зиян келетін қазіргі неше түрлі антибиотиктар шығып жатыр, содан қорғану, аяқтан салқын өткізбеу, өзінің күтімі, отбасының тыныштығы, жақсы күліп, жақсы ойнап күліп жүрсе. Сонда деген тамақ азықтықтан бөлек жүйкеге байланысты саулық та керек болып тұр ма сонда ауруды? Ақпарат, отбасының тыныштығы керек, психология, нерв жүйке шаршамау керек, кәдімгі күліп ойна, отбасы тыныштығы жақсы болса, жан-жағы тыныш болса, соған да байланысты болады. Енді бізде осы халық көп сенеді ғой, енді еміз деген адамдар мынау бақсы балгерге, түрлі емшілерге барып жатады, ем іздеп жаңағы бір қамшымен сабап жатады, бір суды ішкізіп жатады, сол сияқты. Одан қандай айырмашылықтарыңыз бар? Біздің айырмашылығымыз енді ол кісілердің енді бақсы бәлгері, баяғы ғасырына бақсы бәлгерлері жоқ. Қазіргі көбі енді адамдар адасып жатады. Қай жерден анандай емші бар, мынандай бақсы берсе сол жерге барады. Ең соңында солардан жүрегі қайтып соққы алғаннан біз сияқты дәрігерлер, шипагерлер іздеп келеді. Біздің айырмашылығымыз енді оларға салыстыруға келмейді. Біздің айырмашылығымыз жоғары деңгейде тұрады. Сенім деген нәрсе қаншалықты рөл атқарады ем беруде? Сенім шын ниетімен, шын адал жүрегімен сеніп келсе, ол ерекше не болады. Дәрі система алсын, басқалай жағдай болсын, әртүрлі өзінің жүрегіне, сеніміне байланысты болады. Дамып кетті ғой Еуропадағы дәрі-дәрмектер. Оған біздің қазақ шөп дәрі, сіздердің айналысып жүрген шөп дәрі бұл әлемдік деңгейге шыға ала ма? Жоқ әлде осы Ақтөбенің айналасында, Қазақстанның ішінде ғана қалып қоя ма? Жоқ, бұны әлем еліне шығаруға болады. Бұны бір қолдаушы керек та. Қай тараптан, қаржы түрінен ба, жаңа дәрілерді өндіретін үлкен фабрика, заводтар салу керек па, жоқ әлде ақпараттық па, әлде саяси бір шекараларды ашып, осыны көрсететін деңгей керек па? Біздің Қазақстан рестораны кең байтақ, Атырау мен Алтай байтақ жатқан жерімізде шетел асырып алып бара жатыр. Дәрі, мәселен, киік мүйіздері, неше түрлі біз түсінбейтін, халық түсінбейтін, баяғыда түп тамырымен жоғалған шөптің барлығы осы Қазақстан елінде. Біз соны дамытып, өзіміз пайдаланып, Қазақстан еліне ерекше халқына шипа қылатын неғымыз керек. Бізге енді біріншіден шекара мәселесі, екінші шөптің түр-түрі бар. Соны мәнерлеп шығаратын кішкене қаржы, кішігірім завод орындары болса деген неміз бар да. Бұлай басқа неге шамамыз жетпейді. Ал шетелдік үлкен алып осы дәрі шығаратын компаниялар, мемлекеттер ақша үшін осындай жеке ұлттардың Тибет медицинасы, үнді медицинасы, осы қазақ медицинасын бір тұншықтырып, әдейі бәсекелес болмасын деген сияқты сондай бір саяси ойындар, үлкен ақшалар жатқан оқиғалар болуы мүмкін ба? Ондай болуы мүмкін. Өйткені біздің мына қазақ болсын, моңғол болсын, қырғыз, өзбек, әр ұлттың өзінің медицинасы, тарихына байланысты, ұлтына байланысты әр жердің несі бар. Оны көре алмайтын басқа ұлттардың нелері болады. Мен сұрамаған, бірақ өзіңіз жалпы халыққа айтқыңыз келіп жүрген қандай ақпараттар, қандай үндеулеріңіз бар дәрігер ретінде? Мен дәрігер ретінде енді халқыма айтатын ең жақсы мына ауырған кезде
мына кәдімгі жұқпалы тұмау тигенде біздің енді қазақтың ерекшелігі біз сорпа мына сүт өнімін көп ішеміз, соған қарсы өте күш болу керек. Соны екіншіден ауыра қалғанда антибиотик дәрі қолданбай сол аурумен күресу керек. Ыстық сорпа ішсе адам, терлесе, басқа да емін жасаса болады. Енді халыққа айтатыным, ауырмасын, сырқамасын, аман болсын, тек тыныштық болсын. Сіздің мынау кабинетіңізде түрлі куәліктер, төсбелгілер, марапаттау қағазын, тіпті халықаралық деңгейде Түркиядан алған үлкен бір марапаттарыңыз бар екен. Жалпы бұл қайдан келіп жатыр? Сіздің лауазымыңыз осы Қазақстан Республикасының медицина ғылымына қосқан қандай да бір үлесіңіз немесе емшілер қауымдастығында бір мүшелігіңіз бар ма? Қазақстан емшілер қауымдастығы дейді, қазақ дәстүрлі медицинасы. Өте бойдақты танушы, сол кісілердің берген енді марапаттары. Екіншіден өзіміз жетістігім мына түрік халқымен біріккен анатомия тұрғыдан нерв жүйке, әсіресе бауыр қызметін атқаратын шөп, сол кісілермен бірігіп істеген шөбіміз бар. Бұны енді Қазақстан кейін шығарғалы жатыр. Сол үшін берген марапаты Түркия халқы. Қазақстан мен Түркия халқының ортасындағы алтын көпірді жалғастырып халық бағалайды. Тамаша. Енді жаңа көріп жатырмыз ғой, кісілерді 2-3 клиентті мен көз алдымда бір 5 минутқа жетпей диагнозын қойып бердіңіз, тамырын ұстап. Сіз шығып кеткенде сұрап жатырмын ғой, одан бұрын диагнозды алып бердіңіз, бір жерге десем, жоқ, осы жерден келіп тамырын ұстап қойып берді ғой деп. Сол процесті қазір сіздерге жасап, маған қазір егер рұқсат етсе, мен қолымды тамырын ұстап сіздерге көрсетеміз, қандай процестер болатынын. Сөйтсек бола ма? Достар, қазір көрейік. Осылай кішкентай жастап болған екен. Тамырды ұстатамыз. Менің көреміз енді, не айтарым. Бұл кісінің жас жігіт, белінің 3-ші, 4-ші, 5-ші бел омыртқасы кішкене салмаққа байланысты. 2-ші өт жолында кішкене бауырда холестерин бар. 3-ші нерв жүйке кішкене шаршаған, басқа денсаулығында ақау жоқ. Барлығы дұрыс. Қазақтың болашағы саясат деп нервіңіз шаршап жүрген тұрмыз ғой. Бұған емделу үшін не істеу керек? Емделу үшін онда жас болғаннан аяғымды кеште жылы суға салып жүрмейді. Екіншіден мына дүкендегі антибиотик суықтықты аз іш. 3-ші түнгі сағат 10-дан кейін миың көп демалу керек. Көп ұйықта жақсы нәрселерді тауға шығу, балық аулау, гимнастика, қазақтың енді әртүрлі гимнастикасы жетеді. Соны істесеңіз болады. Болды енді болсын. Жасап көреміз, әйтпесе шынымен артық салмақ болып, біраз жүйкеміз шаршап, психтанып жүретініміз бар еді. Рахмет. Мына жерде төмен қартай номерін қойып қоямыз, Тұрсынғазы ағаның. Хабарласыңыздар, Ақтөбе облысында болсаңыздар, келіңіздер, әртүрлі енді барынша диагнозын қойып, дәрісін беріп, емдейтін жаңағы бұрынғы клиенттерден ем алған, емделіп кеткен науқастардан көріп отырмыз.